Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен Жансая сіздерге ең сәтті, ең дәмді, ең жұмсақ ватрушка рецептпен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтті сәл жылытып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа мен қант қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын ерітілген сары майымызды саламыз, тағы да араластырамыз. Аштығымызды қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне ұн салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң, оны жылы жерге қойып ашытуға қалдырамыз. Міне, қамыр әдемі болып көтерілді. Дәл осылай жұмсақ үлбіреп шығуы керек. Енді қамырды майда бөліктерге бөлеміз. Көз мөлшерімен алып, қолға майды аздап жағып алсақ, қамыр жабыспай әдемі бөлінеді. Барлығын дайындап болған соң үстін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Ірімшікті ыдысқа саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа мен аздап қаймақ қосамыз. Блендердің көмегімен бәрін біркелкі етіп араластырамыз. Соңында қант қосып, тағы бір рет араластырып аламыз. Міне, қамырларымыз қайта көтеріліп, әдемі болып тұр. Әр бөліктің ортасын бокалдың түбімен басып, шұңқырша жасаймыз. Дайындалған ірімшік салмасын ортасына саламыз. Шеттеріне жұмыртқаны араластырып, үстінен жағып шығамыз. Бұл ватрушкеге әдемі алтын түсті рең береді. Пешті алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. 30 минуттай пісіріп, хош иісті жұмсақ ватрушкелерімізді аламыз. Міне, біздің керемет хош иісті жұмсақ ватрушкелеріміз дайын. Таңғы асқа, тіске басырға немесе шайдың қасына тамаша жарайды. Ас болсын достар. Егер осындай дәмді рецепттер ұнаса, арнама жазылуды, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.